Құрбан айтта жылаған адамның дұғасы. Құрбан айт жүректер жұмсаратын, мейірім есіктері ашылатын ерекше күн. Бұл күн айтылған әрбір дұға үмітке толы, ал жүректен шыққан әрбір сөз Аллаға жақын. Кейде адам шаршайды, ішіндегі ауыртпалықты ешкімге айта алмайды. Күлгенімен жүрегі жылайды, ал дәл құрбан айт күні. Сол жүректегі мұң көз жасымен бірге сыртқа шықса, бұл әлсіздік емес. Бұл Аллаға шынайы бет бұру. Жылап жасалған дұға ең таза дұға. Өйткені ол риясыз. Ол жүректің түбінен шығады. Онда жасандылық жоқ, Алла тағала жүректегі әрбір сыбырды естиді. Сен ешкімге айтпаған сырыңды да білет. Түнде жастыққа басыңды қойып, үнсіз жылағаныңды да көреді. Құрбан айтта төгілген бір тамшы көз жасы жылдар бойы жиналған ауырлықты жеңілдетуі мүмкін. Бәлкім дәл сол сәтте сенің тағдырың өзгеріп жатқан шығар. Бәлкім Алла сен үшін ең жақсысын дайындап қойған шығар. Жылаудан қорықпа, кейде көз жасы жүректің шипасы. Егер сен осы құрбан айтта жылап дұға жасасаң, оны әлсіздік деп ойлама. Бұл сенің Раббыңа ең жақын болған сәтің. Сол сәтте айт: «Я, Раббым, мен шаршадым. Маған жеңілдік бер. Жүрегіме тыныштық бер. Қарыздарымды жауып, өмірімді ретке келтір. Маған сабыр мен күш бер». Алла ешқашан шынайы дұғаны қайтармайды. Мүмкін бірден емес, бірақ міндетті түрде ең дұрыс уақытта береді. Құрбан айт тек қуаныш күні емес, бұл жүректі емдейтін күн. Сенің бүгінгі көз жасың ертеңгі бақытыңның бастауы болуы мүмкін. Алла баршамыздың дұғаларымызды қабыл етсін. Жүрегімізге тыныштық, өмірімізге береке берсін. Осындай жүрекке жететін мәтіндер үшін каналға тіркеліп бөлісуді ұмытпа.